Евразиялық экономикалық одақ бүгінде көпшіліктің басты назарында. Сондықтан да аталмыш келісім жобалары қызу талқылануда. Бұл үрдіске ел кәсіпкерлерімен етене араласып, өзіндік үлестерін қосуға барын салуда. Министрліктер мен ведомство басшылары бұл тұрғыда қолғабыс етуге дайын. Ол туралы бүгін Қазақстанның ұлттық кәсіпкерлер палатасы төрағасының орынбасары Рахым Ошақбаев мәлімдеді. Екі бөліктен тұратын 800 бекеттік құжат ағымдағы жылдың наурыз айында дайын болуы тиіс. Сондықтан да бизнес қоғамдастық өкілдері өзекті мәселелерді бірлесе талқылап, тың ұсыныстарды жұмыла шешуіміз қажеттігін алға тартуда. Наши институциональные возможности правительства. Үкімет тарапынан жасалып отырған мүмкіндіктер бізге аздық етеді. Біздің сараптама деректерімізде үлкен деп айтуға келмейді. Сондықтан біз Атамекен ұлттық палатасы тарапынан өте мықты сараптамалық қолдау болады деп сенеміз. Ол бізге құжаттарды сапалы дайындауға септігін тигізер еді. Аталмыш құжат еліміздің экономикасы үшін өте маңызды.